Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Бүгін біз ұйғыр халқының тамағы мампар сорпасын дайындайтын боламыз. Қазанымызға майды құйып, қыздырып, етімізді салып қуырамыз. Етіміз аздап қуырылғаннан кейін сарымсақ пен пияз салып қуыратын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бұл тамақ кез келген адамға ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Сәбізді де салып қуырамыз. Сәбізден соң картопты салып, оны да қуыратын боламыз. Әрбір салатын көкөністі кезекпен кезік салып қуырып аламыз. Тәтті бұрышты қостым. Тәтті бұрыш қосу, қоспау, ол әркім өзіне байланысты. Қызанақты да салып қуыратын боламыз. Барлығы аздап қуырылғаннан кейін томат пастасын салып, тағы да қуырып аламыз. Барлығы қуырылғаннан кейін су құйып қайнататын боламыз. Біздің етіміз пісем дегенше біз қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқадан жұмсақ қамыр илеп, оны жаятын боламыз. Мінекей мен алдын ала қамырымды илеп бастырып қойдым. Енді оны жұқа етіп жаямын. Бұл мампар сорпасы ұйғырдың тамағы болып келеді. Бұл бізде Қазақстанда, Қызылорда облысында, Арал, Қазалы аудандарында лапша деген тамаққа ұқсас болады. Бірақ лапшаның тек бір айырмашылығы оның қамырының ұзыншалап кесілуінде, ал мампар сорпасында көбіктеп кесіледі екен. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны көбіктеп, жіңішкелеп, видеодағыдай етіп кесетін боламыз. Қамырымызды кептіріп, арасы жабыспайтындай етіп, әдемі етіп дайындайтын боламыз. Мампарды жасы малдың етінен дайындайтын болсаңыздар, өте дәмді, керемет болып шығады. Мінекей достар, біздің етіміз пісіп қалды. Сорпаға аскөкті салу маңызды емес, әркім өзі біледі. Мен барлық балаларым ұнатпайтын болғаннан кейін мен аскөк қоспадым. Аскөкті дастарханға дайындап, тек қана ұнатқан адамға салып жейтіндей қылып қосып берсеңіздер болады. Қамырымызды салып, 10-15 минут қайнатып пісіріп алатын боламыз. Достар, көріп отырғандарыңыздай, мен ең бірінші тұз қоспадым. Тұзды сорпасының дәміне қарай қостым. Себебі менің етімнің тұзы бар болды. Сол себепті тұздалған ет болғаннан кейінірек қостым. Мінекей достар, біздің мампар сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты.
Мінекей мынау аскөк қосылмаған түрі, ал екінші түрі аскөк қосылған түрі. Сіздермен болған ләззат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.